بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Құрметті жамағат, біздер хадис дәрісімізді жалғастырамыз. Біздер хадистен қажылық тақырыбында жүрміз. Бүгінгі тақырып сол қажылықтағы арафаның артықшылығы, арафа күнінің артықшылығы туралы тақырып қойған екен. Ан Айшата уммул муъминин радиаллаху анха, Айша анамыз, мұсылмандардың анасы, Аллахтан разы болсын. Инна Расулаллах саллаллаху алейхи вассалам қол, расында пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтқан екен: Ма мин йаумин аксара мин ан юътиқаллаху фихи абдан минан нари мин йауми арафата. Аллах Тағаланың тозақтан азат ететін, құтқаратын күндерінің ішінде ең үлкен күні ол арафа күні дейді. Яғни арафа күні тозақтан құлдарын азат еткеніндей басқа күндер азат етпейді. Яғни ең көп азат етілетін күн ол арафа күні екен. Ва иннаху лаядну, расында Аллах Тағала адамдарға едну деп жаңа жақындау деп аударылғанмен, бұл жерде адамдарға рахымы түседі, кешірімі беріледі деп түсіндірді ғұламалар. Сумма юбахи бихимул малаиката, кейін періштелерге мақтанып Аллах Тағала айтады екен: Ма арада хаула, бұл адамдар не қалап жатыр, бұл адамдар не сұрап жатыр деп періштелерден сұрайды екен Аллах Тағала. Міне осындай хадис. Міне бұл хадисте көріп тұрғанымыздай, Аллах Тағала арафа күнін сондай бір дәрежесінде жоғары қылды, өйткені сол күні құлдарын тозақтан ең көп азат етеді екен. Яғни ол күнге тең келетін басқа күн жоқ. Және осы сол арафа күні біз қажылықта болып арафа тауында Алладан дұға тілейтін болсақ, сол жерде Алладан жалбарынып сұрайтын болсақ, тіпті Аллах Тағаланың өзі сұрайды екен періштелерден: бұл құлдарым не сұрап жатыр деп, және сол сұрағандарын орындайды. Яғни арафа күні біздің арафада жасаған дұғаларымыз міндетті түрде қабыл болады. Оған ешқандай күмәндануға болмайды, және ол күні Аллах Тағала құлдарын тозақ отынан азат қылатынын осы хадистен көреміз. Келесі хадис умра қажылығы туралы айтылған. Ан Аби Хурайра радиаллаху анху ан Расулиллах саллаллаху алейхи вассалам қол, Абу Хурайра, Аллахтан разы болсын, пайғамбарымыздан саллаллаху алейхи вассалам бір хадис жеткізген: Ал умрату илал умрати каффаратун лима байнахума. Умра мен келесі умраның арасы дейді, оның арасында жасалған күнәларға каффарат болады дейді. Вал хаджул мабруру лейса лаху жазаун иллал джанна. Ал қабыл болған қажылықтың жазасы тек қана жәннат дейді. Міне осындай қысқа хадис. Бұл жерде міне умра қажылығын жасау, умра қажылығын орындау, одан кейін умра қажылығынан кейін еліне қайтып келіп, біраз уақыт өткізіп, кейін тағы да екінші рет умраға бару. Міне осы екі умраның арасында жасалған күнәларыңызге каффарат болады. Және қабыл болған мабрур қажылық, қабыл болған қажылықтың жазасы тек қана жәннат. Осыны пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам баяндады. Және келесі хадис ан Аби Хурайра радиаллаху анху, тағы Абу Хурайрадан, Аллахтан разы болсын, ан Расулиллах саллаллаху алейхи вассалам, пайғамбарымыздан саллаллаху алейхи вассалам жеткізеді: Аннаху қол, мен ата хадал байда, кімде-кім бұл үйге келсе дейді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам, фалам ерфус валам ефсуқ, және осы үйге келгеннен кейін, Қағбаға келгеннен кейін нашар, жаман сөздер айтпаса, күнәлі істерді істемесе, раджаға кама валадатху уммуху, анасынан жаңа туылғандай болып үйіне қайтады дейді.
міне осы үш хадис бірінен соң бірін келтірген. Бірінші міне арафаға қатысты, оның ұлықтылығын көрсетеді, қаншалықты маңыздылығын, қаншалықты қасиеттілігін, ол күні құлдарын аллах тағала тозақтан көп азат ететіндігін және ол күні жасалған дұғалардың қабыл болатындығын осы хадистен көреміз. Сондықтан қолдан келгенше осы арафа күні арафа тауында болып үлкен қажылыққа баруға әрекет қылу керек, соның маңыздылығын ұғыну керек, және сол жерде болайын деп мақсат тұту керек. Және кіші қажылық, умра қажылығында бұл хадистерде айтып кетіп жатыр, оның да өте маңыздылығын қайта баруға қызықтырып жатыр. Бірінші умра жасап, одан кейін келесі тағы да умра жасасаң, оның арасында салған күнәларың кешіріледі дегендей осы хадистермен. Және үлкен қажылық туралы да айтып жатыр. Қабыл болған қажылықтың жазасы тек қана жәннат. Және қабыл болу үшін не болу керек екен? Жаңағы міне күнәлі сөздерден аулақ болу керек, күнәлі істерден аулақ болу керек. Сонда ол анасынан жаңа туылғандай қайта оралады. Яғни анасынан жаңа туылған бала ол бейкүнә, күнәсіз адам тап сондай күйге қайта оралады деп тұр. Міне бұл хадистерден ғұламалар мына нәрсені түсіндіреді. Жалпы қажылық адамның күнәсін тазартады дейді. Қажылыққа бару, үлкен қажылық болсын, кіші қажылық болсын, барған адам оның күнәсінің кешірілуіне, күнәдан тазаруға үлкен себеп. Және сол қажылықта, үлкен қажылықта біз арафада боламыз. Сол арафада болу адамды сол тозақтың отынан құтқаратынын көрсетеді бұл хадистер дейді. Және кіші қажылыққа, умра қажылығына бір жылда бір рет қана емес, бірнеше рет баруға қызықтырып тұр дейді бұл хадис. Яғни жылына бір емес бірнеше рет барсаң да оның сауабы мол болатындығын, оны өте бір сондай маңызды құлшылықтардың бірі екендігін осы хадистер бізге көрсетеді. Келесі хадис Ан Абдулла ибн Аббас радиаллаху анху аннаху қал, Абдулла ибн Аббас, Аллаху разы болсын, былай дейді: Қала Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам йаума фатаха Макка. Меккені фатх еткен күні, Мекке ашылған күні, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтқан екен: Ла хижрата валакин жихадун ва ниятун. Міне Мекке ашылды, енді хижрат жоқ дейді. Бірақ жихад және ниет бар деп айтқан. Хижрат деген не? Мекке ашылғанға дейін хижрат парыз болған мұсылмандарға. Яғни хижрат деген бір елді мекеннен келесі елді мекенге көшіп бару. Мысалы, Меккеде мұсылмандарға күн бермеді, оларға бойкот жариялады, барынша қысым көрсетті. Сол себепті Аллах Тағала Меккедегі мұсылмандарға бұйрық берді Медина қаласына көшуге. Сол хижрат жасау парыз еді. Енді міне Мекке ашылды. Мекке мұсылмандардың қолына өтті. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның үстемдігіне өтті. Енді бүгіннен бастап, Мекке ашылғаннан бастап хижрат жоқ. Яғни Меккеден Мәдинаға көшу парыз емес, парыз тоқтады деген мағына. Бірақ жихад бар дейді. Алла жолында күресу, ақиқатты жеткізу. Бұл жер Алланың жері. Сол Алланың жерінде Аллах Тағаланың шариғатын насихаттау, Алланың жалғыздығын насихатталуы, осыны жихад дейді. Уа ниятун, және ниет бар деп айтқан пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Яғни адамның ниеті, сіздің ниетіңіз күнде өзгеріп кетуі мүмкін. Өте бір нәзік нәрсе ниет деген. Сол нәзік нәрсені ұстану. Мысалы, бір жақсылықты жасаған кезде не ниетің, қандай мақсатпен, қандай ниетпен орындадыңыз? Негізгі ниет Алла разылығы үшін болу керек. Бірақ орта жолда дүние үшін болып кетуі мүмкін, біреудің көңілі үшін болып кетуі мүмкін. Яғни адамның ниеті өзгеріп кетуі мүмкін. Негізгі асли мақсатынан ауытқып кетуі мүмкін.
Сол үшін ниетті түзеу, адам дүниеден өткенге дейін осы ниетімен күресіп өтеді. Және хадистің жалғасында қашан жорыққа шығарылсаңдар, яғни джихадқа, жорыққа шығарылсаңдар, жорыққа шығыңдар. Яғни алла жолында күресіңдер, немесе жаңағы елімізді қорғаңдар деп басшылықтан бұйрық келсе, сол бұйрықты орындаңдар деп. Және хадистің жалғасында осы Мекке ашылған күні пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам тағы да мынандай бір сөздерді айтты дейді. Расында бұл қала, Мекке қаласы, Аллах тағала оны аспан мен жерді жаратқан күні харам қылды дейді. Яғни қасиетті қылды деген сөз. Аллах тағала аспан мен жерді жаратқан күні Мекке қаласын қасиетті қылды деп жатыр пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Міне осы Мекке қаласы қиямет күнге дейін осылай харам болып қалады, қасиетті болып қалады. Расында осы қалада маған дейін ешбір адамға соғысу адал етілмеген дейді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Және маған да күндіздің бір сәтінде ғана рұқсат етілгеннен кейін харам етілді дейді. Күндіздің бір сәтінде ғана пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға Мекке қаласында соғысуға рұқсат берген, одан кейін қайтадан харам болды. Мен осылайша Мекке қаласында соғысу қиямет күнге дейін харам болды дейді. Бұл Мекке қаласының тікенектері шабылмайды, аңдары ауланбайды, және жоғалған бір нәрсені, табылған зат, жоғалып қалған нәрсені тауып алып бір адам, сол табылған нәрсені тек қана жариялау үшін алуға рұқсат дейді. Жолда бір зат тауып алдыңыз, оны өзіңізге алып алуға болмайды. Егер Мекке қаласында жүріп бір нәрсе тауып алсаңыз, оны өз қалтаңызға, өз пайдаңызға салып алуға болмайды. Оны тек біреуге жариялайын деген ниетпен ғана алсаңыз болады жерден. Иесін тауып берейін, иесінің табылуына жәрдемдесейін деген ниетпен ғана соны алсаңыз болады деп жатыр. Және өсімдіктері шабылмайды деп айтқан пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Сол кезде Аббас деген сахаба, Аллаху разы болсын, "Е Алланың елшісі, изхир деген ағашты шабуға рұқсат беріңіз" деп рұқсат сұраған. Өйткені ол ағашпен біздер қабірлерімізді тұрғызамыз, яғни қабірдің ішін қалаймыз, және үйлерімізді тұрғызамыз деген кезде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтқан, онда изхир деген ағашты шабуға рұқсат деп айтқан екен. Осындай ұзақтау хадис келіп тұр. Осыған ұқсас тағы да бір хадис келтірген, сонда екеуін оқып, бірге түсіндіру, ғалымдардың, ғұламалардың түсіндірмесін қарайық. Келесі хадис, бұл Абу Хурайрадан келген екен осы хадис. Келесі хадис тағы да осы Мекке фатх етілген күні, Мекке ашылған күні пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам адамдардың алдына шықты да Аллах тағаланы ұлықтады, оны мақтады. Сосын былай деп айтты: расында Аллах тағала бұл Мекке қаласын пілден қорғады деді. Білесіздер ғой піл оқиғасын? Пілден қорғады деді. Және өзінің пайғамбары мен момын мұсылмандарға осы Мекке қаласын үстемдік етті. Пайғамбарға рұқсат берді, сол Мекке қаласында үстемдік етуге, мұсылмандарға үстемдік етуге рұқсат берді. Және маған дейін осы Мекке қаласында соғысу адал болмады, тек маған күндіздің бір сәтінде ғана соғыс рұқсат берді дейді. Және менен кейін де ешбір адамға Мекке қаласында соғысуға рұқсат жоқ деді. Оның аңдары ауланбайды, тікенектері шабылмайды, және табылған нәрсені тек қана иесіне қайтарып беру үшін ғана алуға рұқсат деген. Ал кімде кімнің туысқаны өлтірілсе, мысалы бір адамның туысқаны өлтіруі мүмкін Меккеде, онда оған екі таңдаудың жақсысы ұсынылады дейді. Бірінші, одан фидия алып,
туысқан оның ақысын төлете алады, бір адамның ақысы 100 тиын, адамның ақысы 100 тиын, соны алады, немесе одан қысас талап ете алады. Сол адамның өзін сот арқылы өлтіруге рұқсат алынады деп, екеуінің біреуін таңдауға рұқсат беріледі деп тұр. Және сол кезде Аббас деген сахаба, Алла разы болсын, айтқан, исхир деген ағашты, Алланың елшісі, рұқсат беріңіз, біз оны шабайық, өйткені біз оның өзін қабір тұрғызамыз және үйлерімізді тұрғызамыз деп айтқан. Сол кезде пайғамбар саллаллаху алейхи исхир деген ағашты кесіңдерді рұқсат берді дейді. Осы арада Абу Шах деген адам орнынан тұрып, ол Йеменнен келген адам екен, айтқан екен, уктубу ли я Расулаллах, Алланың елшісі, осы айтқан сөздеріңізді маған жазып беріңізші деп айтқан. Бұл кезде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бұйрық береді, менің сөздерімді осы Абу Шах деген кісіге жазып беріңдер деп бұйрық береді. Сол кезде Валид айтты, Аузағиден сұраған екен, не үшін жазып беріңіз деп, не нәрсені жазып бер деп айтып жатыр Алла елшісіне деген кезде, бұл осы айтқан құтпаны жазып беруін сұрады деп тағы да түсіндірген екен. Міне осындай хадис. Міне осы бір-біріне ұқсас екі хадис келіп тұр. Біріншіде хадисте көріп тұрғанымыздай хижрет ету, көшіп қону, Меккеден Мединаға көшіп қону тоқтатылды деп айтылды. Бірақ джихадпен ниет бар деп айтылды. Мысалы, көшіп қону, хижрат ету, мысалы, қайсы бір мемлекетте, қайсы бір жерде егер сізге мұсылмандығыңызға, мұсылман дінін ұстануға, өзіңнің тіліңде сөйлеуге, дәстүрінде ұстануға тыйым салатын болса, ол елден басқа елге көшуге рұқсат етіледі. Мысалы, кезінде біздің Совет одағы заманында қанша мешіттер жабылды, медреселер жабылды, одан кейін жаназа расымен тыйым салды, Құран оқуға тыйым салды, намаз оқуға тыйым салды, өзіміздің тілде сөйлеуге тыйым салды, дәстүрімізді орындауға тыйым салды. Сол кезде біздің кейбір ата бабаларымыз басқа елдерге көшуге мәжбүр болды. Мысалы, Қытайға көшті, Моңғолияға көшті, сол секілді Ресейдің өзіне көшіп барды, осы тілін, дінін, дәстүрін сақтап болу мақсатында. Сондай көшулердің тарихта болғанын білеміз. Бірақ міне джихад пен ниет бар деп пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам қосымша айтты, жаңа оны түсіндірдік. Және міне Мекке қаласының харам екендігін, қасиетті екендігін осы хадистерден көреміз. Бұл хадистің тағы қосымша түсіндірмесінде ғұламалар айтады, бұл Мекке қаласы, амандық қаласы. Оған қосымша Бақара сүресінің 126 аятын келтіреді. Ибрахим пайғамбар Аллаға жалбарынып былай деді: Раббым, бұл қаланы әминан, амандық қылғайсың деді. Кім бұл қалаға кірсе, аман болады деген аят бар Құранда. Кім Меккеге кіретін болса, ол адам аман болады деген де аят бар. Және Аллаға иман келтірген, ақыретке иман келтіргендерді, иман келтірген тұрғындарын жеміс жидектермен рызықтандырғайсың деп дұға қылған Ибрахим пайғамбар осы Мекке қаласы үшін. Аллах Тағала оның осы дұғасын қабыл етіп, осы Мекке қаласын харам қылды және сол аман қылды дейді. Яғни ішінде соғысуға болмайды, Меккеде адам өлтіруге болмайды, адам өлтіру былай десін, жануарды өлтіруге болмайды. Меккедегі жануарлардың өзін өлтіруге, өсімдіктерін жылуға рұқсат етілмегендігін осы хадистерден көреміз. Және білімді жазу арқылы алу, жаңағы хадистің соңында айтты ғой, маған жазып бер деп. Осы айтылған хадистерді
жазып алу, сол арқылы ілімді тарату, кейінгі ұрпаққа ілімді кітапқа бетіне, дәптердің бетіне түсіру арқылы таратуды бұл хадистен ғұламалар осы нәрсені шығарады. Яғни алғанда, білім алғанда жазу, қаламмен жазып білім таратудың өте маңыздылығын осы хадис бізге тағы да нақтылайды деп айтқан ғұламалар. Осымен бүгінгі міне дәрісіміз аяқталды. Бүгінгі дәріске қатысты сұрақтарыңыз болса қойсаңыздар болады иншалла. Қабыл болған қажылық деп тұр ғой. Қабыл болған қажылықтың сыйы тек қана жәннат деп тұр. Яғни енді адам үлкен қажылыққа барып келген адамды оны жәннаттық деп айта алмаймыз бірден. Яғни ол Алланың алдында қабыл болды ма, қабыл болмады, біз білмейміз оны, оның қажылығы. Қабыл болсын деп дұға қыламыз. Енді қажылығы қабыл болсын. Енді ары қарай осы ғұламалар тағы да осы жерде қосады. Үлкен қажылықтан келгеннен кейін де сол бұрынғы күнәсін жасай берген болса дейді, онда ол сол қажылығында қажылық жасаған кезде оның бағанағы ықыласы толық болмаған, хушуқ дейді ғой, онда хушуғы толық болмаған деген секілді, немесе жаңағы күнәлі істерден аулақ болу қажылыққа барғанда өте маңызды. Сіз күн қатты ыстық болады, өзіңіз шөлдеп тұрсыз, одан кейін адам саны көп. Адам көп болған жерде бір-бірімен соғысып қалуы мүмкін, қағысып қалуы мүмкін. Сол кезде өте сабырлық өте қажет, көркем мінезділік қажет. Міне, яғни осы құлшылық жасау арқылы адам өзіне көркем мінезділік деген нәрсені, сабырлық деген нәрсені өте қатты меңгеру керек. Одан кейін елге келген кезде сол сабырлы болып, көркем болып жүру керек барынша. Яғни сен үлкен қажылықтан келдіңіз, парызды орындадыңыз, енді ары қарай көшеде әркіммен бір сөз таластырып, әркіммен бір ілінісіп, әркімге сөз қайтарып, әркімге қол көтеріп тұратын болсаң, онда ана қажылығыңда проблема бар деген сөз. Сондықтан осы нәрсе үйрену керек адам. Мысалы ораза ұстағанда да ораза сабырлық айы деп айтып жатамыз, Рамазан айы. Адамды сабырлыққа шақырады ораза ұстау арқылы. Жаңа қажылықпен де адамды сабырлыққа шақырады. Зекет, садақа беру арқылы да адамды көркем мінезді болуға шақырады. Садақа бергеннен артынан міндетсінбе, артынан ештеңе талап етпе деген секілді, орнына ештеңе күтпе. Яғни осыны құлшылықтардың барлығының мақсаты адамды көркем мінезділікке, сабырлы болуға, адамды үйретуге, соған өз-өзін дағдылануға мақсат бастайды соған. Тағы да қасиетті деген сөз ғой, қасиетті. Мұсылман үшін қасиетті деген сөз. Яғни ол нәрсеге шекара ғой, енді шекарадан асып кетуге болмайды деген. Енді доңыздың етін бізге тыйым салынған бұл жерде, шекара болып тұр ғой. Мұсылманның қаны, дүниесі харам дейді мысалы. Мұсылман адамның оны өлтіруге болмайды, оның дүниесін тартып алуға болмайды, ол харам. Біз оны қасиетті деп білеміз. Бір жағынан тыйым дегенде мағынасы бар ғой енді. Жақсы, дұға жасайық. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аллахумма салли ва саллим ва барик аля саййидина Мухаммад. Раббана заламна анфусана ва ин лам тагфир лана ва тархамна ланакунанна минал хасирин. Я Раббана карамаллахым, біз өз-өзімізге зұлымдық қылдық. Егер сен бізді кешірмесең, егер сен бізді мейіріммен алмасаң, әлбетте қасіретке ұшырағандардан боламыз. Сондықтан біздерді кешіргейсің, біздерді өз мейіріммен алғайсың, біздерді өзің торы жолға салғайсың. Я Раббана карамаллахым, қиямет күні жүзіміз жарық қылғайсың, нұрымызды толық қылғайсың. Амал әбдеріміздің оң қолымыздан беруін нәсіп еткейсің.
сырат көпірінен найзағайдың жарқылындай тезірек өтіп жәннатул фирдаусқа сен күнімізді нәсіп еткейсің. Үлкен қажылыққа да кіші қажылыққа да баруымызды нәсіп еткейсің. Аллахумма салли ва саллим ва барик аля саййидина Мұхаммад би рахматика архамар рахим. Аллаху